Менде бүгін маңызды күн. Қазір мен оқуға бара жатырмын. Менде бүгін бірінші күн. Бүгінгі алғашқы сабақ бізде Қазақстан қонақ үйінде сонда болады. Мен қазір сол жаққа бара жатырмын. Ішімде андай күшті бір сезім. Жаңа орта, жаңа мамандық деген сияқты. Мен бүгінгі күнді негізі 2 ай бойы күттім. Себебі мен дейтін Алматыға қазан айында келуім керек болды. Бірақ қазан айында өкінішке орай мен үлгермейтін болдым. Сонымен мен оны қарашаға қалдырдым. Предоплата жасап қойдым. Сонымен қарашада келетін болып билет алдым Алматыға. Емтиханнан өттім. Сонымен Алматыға келуге 2 күн қалғанда мен отказ жасадым билеттен. Бармайтын болып, оқуды айттым. Мен желтоқсан айына қалдыратын болдым. 15-шілекке барам. Сонымен 2 ай күттім осылай. Вот, мен жақындадым. Болға әбден әдеттен машықтанып қалдым. Бізге қазір Мен сабақтан шықтым. Сабақ деген вообще классно болды. Бүгінгі спикерлер Ескендір мырза, Азамат мырза и потом Мейірбек мырза болды. Күшті. Ұнады маған. Басында айтыңыз, оны да мен танысу деген ойын ойнадық. Басында мен кішкене ұялып отырғам. Соны ойнағаннан кейін күшті, андай өзімді жеңіл сезініп қалдым. Оны да мен таныстым, жетістім, барлығына үлгердім. Сабақтан үйге келдім, лифттің ішіндемін. Сырттағы барлық шаруамды бітірдім, маркетке бардым, аптекаға бардым. Солай. Енді үйге кеттім. Уф, күшті шыққанмын, сезімді айтып жеткізе алмаймын. Ой. Менің қуған блогым. Ладно. Барлықтарыңызға сәлем. Мен сабаққа бара жатырмын. Бүгін менде 2-ші сабақ. Кеше маған трекер менеджер тапсырма берген болатын да, веб дизайн бойынша сабақта да қарап шық деп. Мен почему-то ойлағаным 3 сабақ қарау керек деп. Оказывается, 7 сабақ қарау керек екен. Ал мен кеше тек қана 3 сабақ қарадым. Сосын таңертең қалған 4 сабақты қарадым.
келдім, қатты тоңып қалдым. Бетім қып-қызыл болып. Сабақ бүгін күшті. Мен классрумдарға бөліндік. Содан кейін классрумның ішінде 6 топқа бөліндік. Солай бір-бірімен танысып, күшті сайт жасадық. Бүгін маған сайт жасау туралы тапсырма берді. Сол қазір сайт жасайын деп жатырмын. Күшті. Қазір сағат түнгі 3. Мен жаңа ғана сайт жасап болдым. Бүгін менде Шанбайдағы 3-ші сабақ бара жатыр. Бізде қазір сайт аптасы. Мен түнгі 3-ке дейін тапсырманы орындадым. Себебі менде күндіз уақыт болмады. Түнде 12-де бастап кірістім. Соны 3-те аяқтадым. Одан кейін бүгін өзіміздің сайтымызды жасау керекпіз. Но бірақ менде ешқандай сызба дайын емес. Қазір примерно мен сабақта просто так отыратын сияқтымын. Негізі мен кеше сайтты дайындап қой. Сайттың сызбасын дайындап үлгеруім керек болған. Но бірақ басқа жұмыстар шығып қалып, оған уақыт болмай қалды. Өкінішті. Бүгін менің Шымбай бизнес-скулдағы алғашқы аптам аяқталды. Бүгінгі сабақта спикер Ағарс Мырза болды. Көптен бері ойланып жүрген осы дизайн бойынша сұрақтардың жауабын алдым десем болады. Қалай істеу керек, не істеу керек деген сияқты. Және де барлық нәрсе практикамен келетіні ол шынында рас. Себебі мен кешенің өзінде түнде сайт жасаған кезде настройкасына қарап, мынаны былай істегенде қалай болады, мынаны былай істегенде қалай болады деп арқылы өзімнің қалай үйрендім да біраз нәрсе сол арқылы. Солай сондықтан сайтпен көп жұмыс жасау керек, егерде сол салаға қызықтыратын болса. Солай маған сайтпен жұмыс жасаған ұнап қалды. Негізі мен бұрында да осыдан 1 жыл бұрын жасап көргенмін, бірақ өзі кішкене түсінбегем. Өзі қалай бар фокусымды сол сайтқа қоймаған болатынмын да. Біресе сабақ деп, біресе анау, біресе мынау деп көп фокус қоймадым оған. Енді қазір тіпті сол 3 сағаттың өзінде де біраз нәрсе үйреніп алдым. Классно. Қуанып тұрмын осы Шымбай бизнес-скулға келгеніме, осында оқып жатқаныма. Тіпті өкініш жоқ. Алда әлі 2 ай, 3 ай уақыт бар. Сонда тіпті өше көп нәрсе үйренетін сияқтымын. Солай. Және бізге бүгін осындай бейджик берді. Шымбай скул деген. Күшті. Маған ұнап жатыр.